Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздерден өтініш, видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жаза отырыңыздар. Және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мохито дайындау үшін бізге керегі 1 дана лайм, 1 дана лимон, шекер, барбадос сұйықтығы, барбарис пен мята жапырағы және салқын сарыағаш. Лайм мен лимонды осылай ортасынан бөліп, жұқалап турап аламыз. Домалақтап жұқалап тураса да әдемі болады. Мен мохитоны аз мөлшерде дайындағандықтан, лаймның 2-ден 1 бөлігін, лимонның 4-ден 1 бөлігін турадым. Енді барбарис пен мята жапырағын дайындаймыз. Барбарис жапырағын қоспасаңыздар да болады. Тек мята қоссаңыздар әдемі шығады. Кувшинға лайм, лимон және мята мен барбарис жапырағын саламыз. Үстіне 2 ас қасық шекер саламыз. Енді барбадос сұйықтығынан 4 ас қасық құямыз. Ең соңында салқын сарыағашымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Нағыз күннің ыстығында ішетін салқын мохито сусынымыз дайын. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.